Америкаға көшу қанша тұрады және бұл жақта қазақтарға қандай мүмкіндіктер бар? Негізгі көшу шығындары: туристік виза $185, ұшақ билеті $500 бен $1,500 арасы, пәтер ақысы $700 бен $2,500 арасы, бұған қоса бір айлық кепілдік төлем, тамақ, транспорт, байланыс $1000 мен $2000 шамасы, бас аяғы $7-8 мың. Бұл бір адамға шығын. Сіздің алғашқы 1-2 ай шығындарыңызды жабады. Кішігірім кеңес: Америкаға алғаш келген қазақтың барлығы кез келген нәрсені теңгемен есептейді. Мысал ретінде алатын болсақ, бір кофе $5 тұрады. Мынауың $2,500 теңге ғой, мен мынаны Қазақстанда болсам 700 теңгеге алар едім деген сияқты өкініш сезімдері кернейді адамдар. Америкаға алғаш келгеннен бастап бұл жақтың ләззатын алудың орнына адамдар кішігірім болса да сондай бір өкініш сезімдерге бой алдырып жатады. Сондықтан да Америкаға келіп жатсаңыз, барлық нәрсені теңгемен есептеуді ұмытыңыз. Америкада жұмыс таппасам не істеймін? Бұл жақта жұмыс жоқ емес, достар, өте көп. Бекерден бекер Американы әлемнің басты офисі деп айтпайды ғой. Бірі Uber жасайды, бірі болса IT-ға кетеді, ал енді біреулер болса бизнес бастайды. Бірақ бір нәрсені айта кеткен жөн болар: бұл жақта Қазақстандағыдай таза ауаның директоры болып жүре алмайсың. Әр басқан қадамың ақша. Сондықтан да тынбай еңбек ету керек болады. Кейбір бауырларымыз бұл жақта бомж болып кетем деп қорқады ма, әйтеуір түрлі бір күмәнді жұмыстарға кіріп кетеді. Адалынан жұмысты қарастырыңыз. Бұл жақта заңды бұзбай, адалынан 2-3 жыл қызмет етсеңіз, өміріңіз жақсы жаққа өзгереді. Бизнес, IT, медицина, логистика, кез келген салада қазақтарға есік ашық. Америкаға көшу оңай емес, бірақ бұл жер мүмкіндіктер мекені. Америкада кез келген бизнес түрімен айналысуға болады. Алдағы уақытта парақшамда неше түрлі бизнес идеялармен бөлісетін боламын. Егер де саған Америкадағы өмір, бұл жақта бизнесті бастау туралы тақырыптар қызық болатын болса, парақшама жазыл.